Білесіз бе, күн жарығындағы ультракүлгін сәулелер беттің қабаттарына еніп, меланин пигментінің көбеюіне әкеледі. Нәтижесінде бет терісінде дақтар пайда болып, жүзіңіздің әсемдігіне нұқсан тиеді. Оған қоса, ультракүлгін сәулелер терінің ерте қартаюына да себеп. Ал ұялы телефон, планшет, ноутбуктар бет терісіне күннен әлде қайда қауіптірек. Өйткені гаджеттердің экраны күндікіне ұқсас жасынды көкшіл сәуле таратады. Ол бет терісінің өте терең қабаттарына еніп, гиперпигментация мен терінің ерте қартаюына кеп соғады. Өз басым Avène'нің SPF кремін пайдаланамын. Күз, қыс мезгілдері бет терісі үшін сынақтарға толы. Қазір сіздерге SPF кремнің бет терісіне әсерінің айқын үлгісін көрсетемін. Бетімнің жартысына Avène'нің SPF кремін жағып, екінші жағына ештеңе жақпаймын. Сөйтіп арнайы ультракүлгін бейнекамерасы арқылы қорғанысын көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай, крем жағылған жағы қара түсті. Яғни толық қорғаныста. Avène SPF кремінің 4 түрі бар. Құтылары арнайы түстік таңбалармен ерекшеленеді. Қалыпты және аралас тері көк жолақ, құрғақ тері ақ түсті жолақ, ал безеулерге бейім майлы теріге көк жолақ, өн беретін әсермен сарғыш жолақ. Аталмыш кремді қалаңыздың ірі дәріханаларынан таба аласыз. Сондай-ақ Каспи, Флип, Аптека Плюс интернет дүкендерінде және Beauty Mania, Золотое яблоко дүкендер желісінде бар. Ертеңге қалдырмай, теріңізді бүгіннен бастап қорғаңыз. Солай.